Бүгін мен Мариям. Достар, бүгін бізде қатал әпке туралы болады. Қыздарым, бүгін мен әкең екеуміз, яғни жұмысқа кетеміз. Сендер үйге қарап тыныш отырыңдар, жарайды ма? Жарайды, анашым, жарайды. Онда біз кетейік. Мына сіңілдеріңе жақсылап қараңдар. Жарайды, анашым. Кеттік жүр онда. Біз кеттік онда. Жарай ма? Я, жарайды. Кеттік. Есікті құлттап алыңдар. Жарайды, анашым, қазір. Ту, есік құлттап алсай бар. Өзің бар, не маған не дейсің? Жүдә. Ту, бір. Жақсы, анашым. Жарайды, сау болыңдар. Мен деген киім алуға барып келем. Сен сіңіліңе қарап үйде отыр. Қош, әпке, қайда бара бересің? Неге бізді ойламайсың? Анам айтты ғой үйде отырыңдар деп. Мен өзім білем. Анам айтсаң аямаймын бірақ. Жарайды. Жаным менің. Опой. Мен онда кеттім. Жарайды, бара бер, келгесін мамаға айтып берем. Кетші. Осыларда бір қуат. Жаным, сол жер төбеге барып ойыншықтарыңмен ойнайық. Әбісем қайда кетті? Жүр, сіңілім, сені мен барып екінші этажға ойнатайын. Жаным, сол. Қараш, қандай көп ойыншық. Кәне осылармен ойнай ғой. Әпке. Сен ойнай бер, мен арғы тамға барып келейін. Жарайды. Кеттім, үйде ешкім болмаса біртүрлі екен ғой. Бір нәрсе жейінші. Ой, холодильникте жоқ па? Отыра тұрайын бассейнде онда. Ой, не болды? Ана қыздарды жатқан сияқты ғой. Не болды, айым? Әпке, мені ойыншығымды сындырып алдым. Не болды? Жаңасын аламыз ғой, оған бола жылама, жаным. Жарайды. Нағыз ашамын өзі. Кәз келеді ғой, күте тұршы сәл. Әне, анам да келген сияқты. Жүр, кеттік, ашайық есікті. Ойла, анам келді. Анам келді, жүр. Жүр, кеттік, есікті ашайық. Ой, не болды? Не ашпай кетіңдер ұзақ уақыт. Анашым, кешіріңіз, жаңа төбеде отқанымыз ғой. Жарайды. Қалай аман есен осындар ма, әпкелерің қайда? Ол тағы да құрбылармен қыдыруға кетіп қалды. Ол да бір кете береді. Не қарамайма сендерге? Білмеймін, айттым, өзі кетіп қалды әйтеуір. Ойнатып отырдым қызды. Жарайды, келген соң көреміз, сөйлесеміз омен. Ол қызды тәрбиелемесе болмайды негізі. Жаман болып кетті. Рас, жаңалықтарды қосында жей. Болды, кәз бап. Міне. Шаңғы тебу туралы болып жатыр ғой. Көре берем. Ашама өзі мыналар. Аш, қызым бар, есікті әпкең шығар. Жарайды, нашым. Келдің ба әйтеуір? Анамыз да, әкеміз де келді, айтамыз сені қазір. Айтып қойдым дегенім. Айтсаң айта берші, не істейін енді? Қайда мама мен папа? Диванда отыр. Қалайсыздар, мама, пап? Жақсы, не болып кеткесің, сен? Не ол үйде отырмайсың? Қош, мама, пап, үлкен жасқа келдік қой, не үйден шығармайтын болып кеткесіңдер? Қыдырам ба, қыдырмайма, өзім білем. 18 жастан.
Ей, қызды 40 үйден тыйым деген. Не ол? Біреу саған тиісіп өйтіп кетсе не істейсің? Ту, пап, мен өстім. Енді мен не істесем де өзім білемін. Бұл деген қазір өте жаман болып кетті. Не істесек болады бұны қазір? Тәрбиелеу керек. Бұлай ұстай берсең болмайды негізінде. Анашым, осы Малика бар ғой, бір айтқан тыңдамайды. Кішкентай қызды маған қалдырып кетіп қалды. Кішкентай қызбен ылғи ойнатып күліп жүрем, ол болса біз тастайды кетіп қала салады. Қой беріңдерші, болды, мен барып демалып алам. Кетті. Қызым, ау әке, не болып кеткенсің, а? Анаңның да менің де сіңлінің де айтқан орындамайсың. Кішкентай бала қара деп кетіп қалдым ғой. Ой әке, мен деген бой жеттім, енді деген мен сіздерден рұқсат сұрап жүруім керек пе? Ей, сен бауырларыңа қатал болмауың керексің ғой. Қойшы, оларды отыра алады, сіңліңде Маржан да өсті ғой. Ей, қызым, сен үлкен қызсың, осыларға қарап отыратын үлкеніміз деп ылғи соларды саған тастап кетеміз. Қойшы, әке, болды. Сөйлей береді. Ойыншығыңды шашап тастап. Демалам мен одан да. Ай, қызым. Кеттім, демалайыншы мен. Қызым, анашым, жүре ұйықтайық, кеш батты. Сіңлім, жүре ұйықтаймыз. Мен де қатты шаршап кеттім. Жүріңдер ұйықтайық. Жүріңдер, қызым. Анашым. Қайырлы түн, қызым. Мен ұйықтаймын. Ұйқыларың тыныш болсын. Жарайды, анашым, сізге де. Аға, болды. Сіңлім, жүре ғой. Кел, ұйықтаймыз. Ой. Келсің төсегіме жата ғой. Мен де ұйықтайыншы. Достар, екінші сериясын күтіңіздер. Сау болыңыздар.